Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен қызылшадан икра жасау әдісімен бөліскім келіп тұр. Қыс мезгілінде таптырмайтын, нанға рахаттанып тұрып жағып жейтін дәмді икранын жасаймыз. Олай болса, бізге барлық керекті заттарды осылай турап дайындап алдым. Керекті заттардың құрамы мен мөлшерін видеоның астына жазып кеттім. Олай болса, кеттік. Видеоны соңына дейін қараңыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Барлық турап дайындап алған заттарды ет тартқыштан өткізіп аламын. Бірінші қызанақты өткізіп алдым. Қызанақтың қызыл, етті, сулы сортын таңдап алғандарыңыз дұрыс. Қызанақтардың барлығын өткізіп алғаннан кейін артынша жуамызды өткізіп аламыз. Артынша дәл солай қызылшамызды да өткізіп аламыз ет тартқыштан. Қыздар, бұл икраны дайындау өте жеңіл. Барлығын ет тартқыштан өткізіп қуырып қайнатып аласыз. Болды, қысқыға арналған икрамыз дайын. Өте дәмді болып шығады, әрі пайдалы. Балалар сабақтан келгенде де нанға жағып берсеңіздер болады. Барлық керекті көкөністерді ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін міндетті түрде қатты қызып тұрған май болуы қажет. Қатты қызып тұрған майдың үстіне жуамызды саламыз. Жуамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Күйіп кетпейтіндей біркелкі етіп араластыра отырып, қызыл, яғни алтын түстес сарғыш түске енгенге дейін мөлдір болып қуырылуы қажет. Мен осылай қуырып алдым. Енді осының үстіне қызанақты саламын. Қызанақты салып алғаннан кейін біркелкі етіп жақсылап араластырып аламын. Артынша бірден қызылшаны саламын. Қызылшаны да біркелкі етіп жақсылап араластырып аламын. Менің YouTube каналымнан басқа да қысқыға арналған салаттардың, қиярдың рецепттерін таба аласыздар, және басқа да тәттілердің құпиясыз рецепттерімен бөлісіп отырамын. Сондықтан менің YouTube каналыма кіріп, міндетті түрде тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Сондықтан лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Міне, біркелкі етіп араластырып алдым. Енді 10 минуттай қайнатып алғаннан кейін үстінен сәбіз саламыз. Сәбізді салып, біркелкі етіп араластырып, үстінен астыға қарай көтеріп араластырғандарыңыз дұрыс. Біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін дәміне қарай тұзын және қантын салып, жақсылап бұқтыратын боламыз. Ешқандай да аспирин, уксус құйып қажет емес. Міндетті түрде айтатыным, асты жабысып қалмас үшін, яғни күйіп кетпес үшін бұқтыру барысында жиі араластырып отыруларыңыз қажет. Және осы бұқтырғанға дейінгі кезде оттың асты қатты болып тұрады ғой, қайнатып алғанға дейін. Яғни осылай араластырып алғаннан кейін сіздердің икраларыңыз бүлкілдеп, бетіне шариктар шығып бүлкілдеп қайнап бастау керек. Сол кезде қайнағаннан кейін сіздер оттың астын азайтып қоясыздар, орташа қылдырып. Сонда жақсылап бұқтырылады. Көрсете кетейін деп шештім. Міне, осылай бүлкілдеп қайнаған кезде, осы кезде астын азайтып қоясыздар. Астын азайтып, ақырын отта бетін жауып бұқтырасыздар. Астыдан үстіге көтере отырып, астын жиі араластыруды ұмытпаңыздар, асты күйіп кетпесін. Ұмытпай 15-20 минут сайын қайта араластырып тұруымыз қажет. Араластырып отырамыз, асты күйіп кетпесін және барлық жері бірдей қайнауы қажет. Және осы сәтте сарымсағын салып, барлық жеріне баратындай етіп жақсылап араластырып, бетін тегістеп, қақпағын жауып, шамамен 40-50 минуттай қайнатып аламыз. Міне, біздің уақытымыз өтті. Икрамыз дайын, алдын ала стерилденген, таза. Банкамызға құямыз. Банканың өзі де және қақпағы да стерилденген болуы қажет. Мен оны алдын ала жасап алдым. Сіздер өздеріңізге қолайлы әдіспен стерилдеп алсаңыздар болады. Және міне дайын болған ыстықтай икрамызды банкаларға құямыз. Міндетті түрде осылай ыстықтай құю қажет. Ыстықтай құйып, қақпағын жауып, төңкеріп, жылылай үстінен одеял немесе көрпеше жауып суығанша қойып қоясыз. Суығаннан кейін
шкаф сөрелерінде не болмаса банағы жертөледе сақтасаңыз болады. Қараңыздар, түсінің өзі қандай қанық, қызыл болып шықты. Дәмі одан өткен керемет, пайдалы әрі дәмді осындай экран жасап алыңыздар. Міндетті түрде ас болсын. Сіздермен болған Әсел. Менің каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Әр 2 күн сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бастысы рецепттерім құпиясыз.